Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңырауды баса кетіңіздер. Медициналық сақтандыру енгізілгеніне бірнеше жыл өтсе де проблемалар әлі көп. Кешегі кеңестің отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы осы проблеманы көтеріп, үкіметке нақты әрі маңызды тапсырмалар берді. Осыған орай мамандармен бірге жүргізген талқылау мен зерттеу нәтижелері бойынша келесіні ұсынамын. Бірінші, медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету бойынша. Қазір азаматтар ауруханаға барып тексерістен тегін өтем десе, онда 1 ай немесе 3 ай күту керек. Ал егер сол адамдар сол тексерістен ақылы түрде өтем десе, онда дәл сол уақытта әлде 3 минуттен өтуіне болады. Ал сондықтан еріксізден ақылы қызметті алуға мәжбүр болып, онда біз не үшін ай сайын өзіміздің жалақымыздан жарнаны төлейміз дейді. Бұл негізінен жасанды проблема. Өйткені енгізілген қаржыландыру жүйесіне де байланысты болып тұр. Мысалы, емханалар қазір іс жүзінде ай сайын квота арқылы қаражат алады. Мысалы, 1 айға КТ жасауға 10 квота, МРТ жасауға 5 квота беріледі. Ал егер КТ-ға сұраныс одан көп болса, онда пациентті дәрігер келесі айларға жазуға мәжбүр. Осыны ескере отырып, ай сайынғы қаржыландырудан бас тарту керек. Көрсетілген қызметтер фактісі бойынша төленуі тиіс. Пациенттерге медициналық ұйымды таңдау еркін беріп, түсініспеушілікті болдырмау үшін тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемімен медсақтандыру пакеттерін нақтылауды ұсынамын. Екінші, ақпараттық жүйелердің арасындағы алшақтық пен дәрігерлердің артық жүктемесі бойынша. Бүгінгі таңда дәрігерлер пациенттерді тексерудің орнына компьютерлерге телміріп, деректерді түрлі ақпараттық жүйелерге енгізуге, формулярды толтыруға мәжбүр болғандықтан науқастарды қарауға тіпті уақыты да жоқ. Бір пациентті тексерудің стандартпен шектелген уақыты толығымен компьютерде жұмыс істеуге кетіп отыр. Сондықтан барлық құжаттаманы толтыруды медбикелерге тапсыру, штат санын көбейту арқылы дәрігерлердің жүктемесін азайту қажет, және бірыңғай ақпараттық жүйені іске қосу бойынша жұмысты шұғыл аяқтау керек. Үшінші, айыппұлдар мен жалған тексерулер мәселесі. Қордың деректеріне сәйкес ақшаны төлеген, бірақ көрсетілмеген медициналық қызметтер өте көп. Қор көлемін шамамен тек қана 10% тексергеннің өзінде көрсетілмеген 52 мың медқызмет анықталды. Ал егер 100% тексеретін болсақ, онда 500 мыңнан аса ма, қалай болады? Оның себептері қандай деген сұрақ әрине заңды. Біріншіден, бұл қордың айыппұл жүйесіне байланысты. Айыппұл жүйесінің өзі жалған тіркеулерді ауруханаларға пайдалы қылып отыр, сондықтан осы жүйені қайта қарау керек. Екінші себеп ол тарифтер. Жалақыны өсірген кезде медициналық қызметтер тарифінің пропорционалды өсуі болмады. Сондықтан тарифтің көп бөлігі жалақ төлеуге жұмсалады, ал дәрі-дәрмектерге, медициналық құрал жабдықтарға, тексеру жүргізуге, анализдарға тіпті ақшада қалмайды. Нәтижесінде сапа төмендейді, науқастар зардап шегеді. Осы тарифтің кесірінен медициналық ұйымдардың кредиторлық берешегі қазір күрт өскен. Тарифті шұғыл қайта қарау керек. Сонымен қатар мед тарифтерден коммуналдық қызметтерді алып тастау керек. Өйткені әр өңірде инфрақұрылым, күн райы және коммуналдық қызметтердің құны әртүрлі. Төртінші, заңның 26 бабы толық орындалмай, мемлекеттің жарналары заңда көрсетілгендей орташа айлық жалақы емес, айлық жалақының медианасына негізделіп есептеледі. Осыған орай жүйеде дефицит артып, медициналық қызметтердің сапасы нашарлайды. Керек болғанда біз экономика бойынша орташа айлық жалақыны есептейміз де, ал енді денсаулық сақтау саласын қаржыландырғанда медиана бойынша есептей қаламыз. Бұл мәселені қарастыру керек. Бесінші, 3 ай төлем проблемасы. Азаматтар тұрақты жарнасын төлеп жүрсе де, егер 3 ай төлемей қалса, онда автомат түрде мәмістен шығып қалады. Бұл мәселені қайта қарау керек, және де осындай ұсынысты қолға алған дұрыс деп ойлаймын. Кез келген 12 ай үшін жарна аударылса, сақтандырушының мәртебесі қалдыру ұсынылады. Алтыншы, медициналық қызметкерлердің көп бөлігін басқа ұйымдарға беру проблемасы. Қазір кейбір ұйымдарға барасан, тек қана бір воп қабылдайды, а басқа талдаулар жүргізуге, анализ жүргізуге, қаланы барлық шеттеріне барып, салпандап жүруге біздің азаматтарымыз мәжбүр. Сондықтан осындай мәселені болдырмау үшін басқа ұйымдарға берілетін медициналық қызметтердің шекті көлемін нақты белгілеу ұсынылады. Жетінші, қор қызметінің ашықтығы. Азаматтар қанша қаражат түскенін, қайда және қандай мақсатқа бағытталғанын білу керек деп ойлаймын. Азаматтарға олардың электронды денсаулық паспорттарын көруге толық мүмкіндік берілу керек. Енді көріп отырғандай проблемалық мәселелер көп, бірақ
оның барлығын шешуге болады. Президенттің тапсырмасын орындау мақсатында берілген ұсыныстарды қабылдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.